мынандай оқиға кейінгі жастарға үлгі болмаса екен дейміз. Өйткені келін мен ененің арасында қарым-қатынас өте жаман көрсетіп жатыр мына қазіргі ақпараттар. Сосын кейін мына жас пенен екі жас бір-бірін жақсы көріп қосылды ғой. Ене менен келіннің арасында қарым-қатынасты жаман көрсеткен соншалықты, мына осы үйдегі келінді кісі өлтіргіш қылып қойып жатыр. Жастарға, кейінгі жастарға үлгі болмаса екен деймін. Мына титтай нәрсе үшін барып өзінің өмірін қиып жатқан ол жақсы емес. Бір кішкентай ұрыс үшін адам өзінің өмірін қиып жіберу деген ол өте қиын жағдай. Қандай себеп болады ол? Қандай себеп болады? Мүмкін ол баланың мүмкін психикасында бір ауытқу болды ма? Қандай бір күйзеліске түсті ма? Осы 2 жылға жуық оның анасы неге білмейді екен ол жағдайды? Жанындағы жан досымын деп сөйлеп жатыр анау жан досы. Осы жерлерде жүреді екен, көшеде келеді екен, осы үйге қонады екен. Неге сонда ол сондай жағдайды біліп тұрып, неге арашалап қалмады екен? Неге жар салмады екен сол кезде? Осы оқиғада мынандай нәрсе шығып жатыр, жаңағы оңтүстік өңір, осы Тараз жақ келінге өте қатты қарайды. Мүмкін қыспақ көрген шығар, келін айта алмаған шығар дейді. Сіздер жақта шынында да солай ма? Дәстүрдің озары бар, тозары бар дейді. Мүмкін сондай қыспақта отырған болсақ, мен 70-тен астым. Менің енем 100-ден асып отыр. Мен де азып тозып кететін едім. Ол келінді мен көргем бірнеше рет. Менің үйімде кішкентай келін медсестра, ана кішкентай баласын уколға алып келетін, өзі көтеріп есіктің алдына. Бұлай бетпе-бет көрмесем де, бірақ көретінмін. Әп-әдемі косметикасы бар, кірпігі жабыстырылған, сұп-сұлу келіншек. Енді зәбір көрген адам, күндер таяқ жеген адам жүре алмайды ау деп ойлаймын. Азып тозып кететін еді. Ол тем более жап-жас екен өзі, 17 жасында тұрмысқа шықты. Сол жағын білмеймін енді, анасы нағып соншама жас кезінде оны күйеуге берді екен. Неге оны оқытпады екен ары қарай? Ол жағын білмейді екен. Енді алып қашып кеткенде нағымен алып кетпейді екен, сондай өзі еркімен келмесе. Жақта әлі күнге дейін келінді солай қатал ұстай ма? Жоқ, келіндеріміз киіп жүреді. Ауылдың келіні қайсы, қызы қайсы екенін білмейсің. Сымшылық көретін ауыл емес, газымыз бар, суымыз бар, светіміз бар. Қаладан ешқандай кемдігіміз жоқ. Барлық жағдай жасалған. Қазір келіндердің қысымшылық көретін заман емес. Интернеті бар, телефоны бар. Бір емес 2 телефоннан ұстайды. Автоматта кірді жаюға ерінеді қазір келіндеріміз. Енді жауыз дейді, отырғызу керек дегенде, сол адам көзге көрінсе, шіркін ай, ұрып өлтірер едің деп отырмыз бәріміз. Мен айтам, мен мұны жазғанды білмейді екем, әйтпесе сол адаммен бірге бір шығар едім деп. Мынандай жағдайда кімге болса, жертва болған адамға жақ болғысы келіп тұрады. Кімге болса, мысалы, білдіңіз ба? Содан соны сөйлегісі келіп тұрады, ол нақты білмесе де. Енді не десек те адамның өлімін ақтау қиын ғой бәрі. Қиын, көрдіңіз ба? Бірақ өте өкініштісі, бір отбасының ішінде тұрып, 2 адамның бір ғана кішкентай печеньеге бола осындай тағдырдың тәлкегіне айналғаны, ол жерде баланың жетім қалғаны өте жүректі ауыртатын жағдай. Ешкімнің басына бермесін. Біздің қазақ отбасында ондай жағдайлардың болмаған қалаймын. Ең басты отбасында әуелі әйел мен ердің арасындағы қарым-қатынас дұрыс орнау керек. Сол кезде ел де жөнделеді. Ел боламын десең, бесігіңді жөнде дейді, бесігі де жөнделеді деп ойлаймын. Қандай заң жобасы қолдану керек бұл жерде? Зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасы міндетті түрде бұл жерде жұмыс жасау керек. Тереңірек қолданылу керек.